20 маусымда елімізде мемлекеттік қызмет саласында еңбек етіп жүрген азаматтар кәсіби мерекелерін тойлайды. Осы орайда облыс әкімінің қатысуымен салтанатты шара өтті. Еңбегіне адал өз саласының үздік атанған бірқатар қызметкерлер мен ардагерлер алғыс хат төсбелгімен марапатталды. Бүгінде өңірде 400 түрлі салада 2800-ден аса мемлекеттік қызметкер бар. Мемлекеттік қызметкер деген абыройлы атаққа ие болып, қазіргі таңда елдің дамуына үлес қосып жүрген азаматтарсыздар. Күнделікті өздеріңіздің лауазымдық міндеттемелеріңізді атқару барысында алдарыңызда тұрған қоғамның қойған тапсырмасы, тұрғындардың сұраулары, мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапалы орындалуын, мемлекет басшысының берген тапсырмаларын халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі сол тапсырмаларды орындауда алдыңғы қатарда келе жатырсыңыз. Құрметті әріптестер, алдымыздағы межелер анық, уақыт талабы, қоғам талабы, тұрғындардың талабы анық, тапсырма белгілі, атқаратын қызметімізге білім, біліктілік, өмірлік, кәсіби тәжірибе жеткілікті, солардың барлығын тиімді қолданып қызмет атқарайық. Мереке құтты болсын. Қазір елімізде мемлекеттік қызметкерлердің мәртебесі биік, үкімет тарапынан қолдау да жеңілдіктер де бар. Тек жұмысыңа адал, антыңа берік болсаң болғаны. 4 азамат осы күні мемлекеттік қызметке орналасуына орай ант қабылдады. Олар сынақтан өтіп, жұмысқа қабілетті екендіктерін дәлелдей алғандар. Қазақстан халқы алдындағы өзінің биік жауапкершілігін сезіне отырып, елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқыма адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Мемлекеттік қызметші болу ол аянбай еңбек етіп, елдің дамуына септесу. Өзінің еңбек жолын осы салада бастаған мамандардың бірі Серік Еңсегенов. Ғұмырының 25 жылын мемлекеттік қызметке арнаған ардагер 4 бірдей басқармада басшылық лауазымда қызметте болған. Елге адал еңбек ете білу аталмыш сала маманына қойылатын басты талаптардың бірі дейді ол. 2000 жылы мен осы бағыма сәйкес шын мәніндегі осы облыста бірінші рет осы басқарманы құрдым. Бірінші өзім тағайындалдым. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Мақсауыш басқарма бірінші басы мен болып келдім. Қазір зейнеттемін. 25 жылымда осы мемлекеттік қызметке бердім. Қазір бүгін есі бойынша 2000 үстінде мемлекеттік қызметші бар екен. Соны ардагерлерді марапаттап жатыр. Облыс әкімі ризамыз. Ішінде мен де бармын. Қарап отырсақ, сол алғашқы легі біздің алдымызда өтті. Тест етін бірінші рет сол біз өткіздік. Қағаз жүзінде өттік, артынан бар компьютер ауыстырылды. Қайткенде де бүкіл мемлекеттік қызмет саласы еліне ант берген, адал, әділ қызметшілердің қауымдастығы деп есептеймін. Сондықтан бүгін мынау мереке сәйкес барлық менен кейінген, мен енді зейнетке шыққаннан кейін ізбасарларыма мен былай да әріптеспін ғой, бәріне де сол халқына адал қызмет істесе, елдік саясатты орындаса, халықтың көңілінен шықса дейтін тілегімді білдіргім келеді. Іс-шара барысында қолөнер бұйымдары көрмесі ұйымдастырылды. Онда облыстың түпкір-түпкірінен келген 30-дан аса мемлекеттік қызметкер өздерінің қолынан шыққан бұйымдарын қойды. Салтанатты шарада үздік қолөнер шеберлері де арнайы марапатталды. Дәметкен Саматқызы, Олжасбек Маденов, Ақтау Ньюс.